Орталық Азиядан келген бір мұсылман әйел Африка құрлығындағы әртүрлі елдердің ресми елшіліктерінде жұмыс істеген. Жұмысына байланысты осы тропикалық континенттің көп жерлерінде болды. Әйел өз кәсібінің маманы ғана емес, өте тақуа әйел болған. Әр намазын әр күні, әр жағдайда оқыды. Намаз уақыты келгенде, намаз оқи алмайтын жағдайда жүрсе де, намаз оқуға тырысатын. Бір күні жұмыста бір әйел түскі үзіліс кезінде далаға серуендеуге шықты. Намаз уақыты туралы хабарланған телефондағы арнайы бағдарламадан хабарлама. Әйел сонда намаз оқуды ұйғарып, орын тауып намазға кіріседі. Осы кезде күтпеген жерден қонақ жайлап келе бастайды. Сол кезде намаз оқып жатқан әйелдің көзі жұмылып, көзін ашқанда өзіне қарай келатқан ақырын арыстанды көріп шошып кетті. Арыстан әйелден 10-15 метрдей ұзақтықта болған. Әйелдің қорқынышы күшейе түсті. Бірақ мұны сынақ деп ойлап, намазын оқуды жалғастыруды ұйғарды. Әр секунд сайын әйел арыстанға қарап қорқуы күшейе түсті. Арыстаннан құтылу үшін ол намаз оқудан бөлек Аллаға жалбарынып, өзін оған тапсырды. Ол намазын аяқтап жатқанда арыстан оған қатты жақындады. Бірақ бір ғажайып оқиға болып, сол маңда бір қара адам аспанға атып, арыстан қаша бастады. Түрлі түсті адам әйелге қарай жүгірді. Әйел оған үлкен қызығушылық танытып, оның уақытында қалай келгенін сұрады. Түсті адам осылай деді: кеше әкем сыйға алған қымбат сағатымды жоғалтып алдым. Мен сонда барып, сенің намаз оқып жатқаныңды алыстан көрдім. Кейін келе жатқан арыстанды көріп, оны қорқыту үшін бірден аспанға оқ аттым. Әйел ер адамға өзін құтқарған сағаттың ақшасын беруді ұсынды. Бірақ ол бас тартты. Бір қызығы, қара нәсілді адамның сағаты үйінде жоғалып кеткен.